немесе жаңағындай тегін версиясы бірнеше аккаунттарды ашып жұмыс жасай берсін. Келесі үшіншісі Grok. Grok деген Илон Масктың жақында айналымға жіберген жасанды интеллектісі. Grok көбінесе бұл видео жасауға арналған платформа. Видео жасау. Осы үшінші сабақта видео жасауға арналған сабақтар өтеміз. Сол кезде сіздерге осымен толықтай таныстыратын боламын. Негізінде бұл ChatGPT сияқты жасанды интеллект негізінде. Яғни сіздерге мына чат деген жаңағы Gemini'дегі сияқты чат ашылады. Grok мына жерде тереңірек зерттеу, сурет создать ету, новостилар, немесе өзіңіз мысалы ағылшын тілін үйреніп жүрсеңіз, осы жерден голосовой режим арқылы өзіңіз сөйлесіп тіліңізді дамытсаңыз болады. Яғни сіз айтасыз оған, маған осындай деңгейдемін, мен қазір beginner, elementary деңгейіндемін, маған сол бойынша сөйлес десеңіздер, сізбен сөйлесіп солай жұмыс жасауға болады. Немесе жаңағыдай белгілі бір тақырыптар бойынша тереңірек оны зерттеуге арналған бөлім бар. Мысалы мынаны басасыздар, одан соң барып мына жерге сұрау, промпт жазып, одан соң барып жұмыс жасай береді. Мына жерде де тура солай жаңағы Гроктың версиялары алдыңғы түрдегі сияқты. Сосын тағы не айтамыз бұл жерде? Сосын жасанды интеллект бойынша тарихы туралы презентация мәліметтер жасап бер деген едім. Маған презентация ретінде жасап берді. Яғни сізге мынандай кіріспе, оған осындай ағылшын тілінде жасап береді. Жаңағы трансор бар, Google Translate бар. Мынаны скачать етіп алып, сол жаққа қойып, қазақшаға, орысшаға, кез келген тілге аударып, ары қарай жұмыс жасай беруге болады. Осы арқылы. Мысалы, немесе келесі суреттерді осылай сізге жасап беріп отырады. Осының барлығын келесі сабақта Canva арқылы бұны аударуды үйретемін. Немесе Google Translate арқылы өзіңіздің, мысалы, Google Translate'қа кіресіздер, мына Google переводчигі. Мына жерде суреттерді аудару бөлімі бар, изображение, документтер бөлімі бар. Документтерді тілін таңдайсыз, ағылшын тілі немесе тілді өзі анықтау деген сияқты, соны қай тілге аудару керек, соны таңдап аласыз да, мына жерден файлды жүктеп, соны ары қарай аударып беруге болады. Немесе сайттардың адресін жазасыз, соны сізге аударып береді. Осылай жұмыс жасай беруге болады. Grok арқылы презентация жасап